Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жанерке Тока арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде Тока Бока ойынынан үй соғатын боламыз. Бізде осындай қаладан үй соғатын жерді таңдап, үйдің үстін басып, үйімізді осылай бірінші құрып аламыз. Үйіміз құрылған соң, үйдің үстін басып, үйге кіреміз. Және де үйге кірген соң осындай болып шығады. Үйге кірген соң енді бөлмелеріне өздерінің заттарын қоямыз. Мен енді 2 адам кіргіземін, сондықтан 2 адамға жататын жер. Бірінің үстінде бір тұратын жататын төсегім. Оны орналастырып қойдым. Келесі бізде енді жуынатыны, оны ваннаға апарып қоямыз. Бізде ванна мына жағында. Ваннамыз сыймайтын болған соң, қол жуатынды ваннаны мына жаққа қоя тұрып, қол жуатынды былай ауыстырып, дәретхананы қай жерге қоярымды білмей қалдым. Қазір орнына қойдық. Енді ваннамыз сыйған соң, ваннаның орнына қойдық бұрышқа. Және де дәретхананы мына жаққа ауыстырып, қол жуатынды мына ваннаның қасына қояйын деп шештім. Сонымен бұл да бітті. Келесі бізде ас бөлмесі. Ас бөлмесінде бізде холодильник бар. Сондықтан оның керегі жоқ. Диван. Мен диваннан қызылын алдым. Қызылдан 2 алдым. 2 бөлмеге. Келесі ойнайтындар. Мен теледидар алдым. Ана жерге қояйын десем, ол артына шығып кетті. Сондықтан ар жағына дуалға тіреп қойдым. Келесі бізде осы дивандарды қойып алайық. Міне заттарымызды қойып болдық. Енді бізде қоқыс жәшігі. Қоқыс жәшігін астында тұр екен, оны алып, әр үйде қоқыс жәшігі болу керек нәрсе. Сондықтан мен оны ас бөлмесіне қойдым. Ас бөлмесіне бұрышына қай жерге қоярым білмедім, сондықтан бұрышқа қойдым. Бізде енді келесі жерді бояу. Мен осылай жерге көк цветінен таңдап қойдым. Көк цветін барлық 4 бөлмесі бар, соның 4-еуіне де қойып біттік. Бізде азық-түлігі жоқ. Енді адамдар таңдайтын боламыз. Мен адам таңдаймын деп шештім. Сондықтан бізге ең алдымен керегі адамдарды өстіп шығарып аламыз. Мен бұл жерден шашын етке буып алған көк шашты қызды алдым. Және де бұл жерден алған жоқпын. Келесі бетіндегі адамдар ашылды. Сол келесі бетіндегі бір баланы алайын деп шештім. Басына шапка киіп алған баланы алдым. Енді басқалары керек емес маған. 2 адам жетеді. Сондықтан олардың түрлерін ауыстыруым керек. Олардың түрлерін 2-ін де бірде қылдым. Баланыңкін істедім. Енді бізде қыздікі қылдым. Қыздың де баланыңкімен бірде қылдым. Енді оларды ұйықтатайын деп жатырмын. Осымен менің видеом аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, маған тіркеліп кетіңіздер. Мен алда әлі қызық Тока Боканың ойындарын салатын боламын. Сау болыңыздар.